Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Мінеки құлпынайларды пісіп, варенье жасайтын уақытта келді. Осылай былтыр әне жасайым, міне жасайым деп жүріп құлпынайдан құрғап қалған болатынмын. Енді биыл ерте қимылдап жасадым. Ең алдымен тазаламай тұрып 2-3 мәрте соды қосып, құлпынайымызды тап-таза жуып алдым. Одан кейін осылай ыдыстың көмегімен өлшеп алдым. Құлпынайдың өзі тәтті болғандықтан кішкене құмшекерді аздау етіп салдым. Мысалы, сіздер 1 килограмм құлпынай 100 грамм етіп құмшекер салсаңыздар болады. Өйткені қазіргі пісіп жатқан құлпынайлар өте тәтті екен. Мінеки отқа қойып, осылай көбігі шыққанша 10 минут қайнатып аламыз. Одан кейін оны суытып қоясыздар. Сол кезде көбігі осылай бетіне тұнып шығады. Сол кезде қасықтың көмегімен көбігін жақсылап алып тастасаңыздар болады. Осылай етіп 2-3 мәрте қайнатып алыңыздар. Суығаннан кейін барып тағы 1 мәрте 10 минут қайнатасыздар. Оны тағы қойып қоясыздар да, әбден суығаннан кейін оны тағы да 5 минут, 7 минутқа қайнатасыздар. Сол кезде барып құлпынайларыңыз дайын болады. Көп араластырудың қажеті жоқ. Тек қант ерігенше ғана астын ақырын жаңағындай шайқап отырсаңыздар болды. Сонымен құлпынай дайын. Банкілерімізді духовкаде стерилизовать етіп аламын. Одан кейін осылай дайын құлпынайдан вареньемізді банкілерімізге құйып, ары қарай сақтауға жібере берсек болады. Құлпынайлар үлкен болғандықтан мен 3 рет қайнатып алдым. Сонда сіздер бір күн уақыттарыңыз кетеді ғой. Құлпынайды бір қайнатасыздар, суытасыздар, қайтадан газға қойып қайнатасыздар, суытасыздар. Одан кейін 5 минутқа қайнатып аласыздар да бірден банкілеріңізге құя бересіздер осылай. Варенье менің ойымдағыдай шықты. Құлпынайларым өз формасын сақтап, мөп-мөлдір болып тұр. Мінеки. Қазір видеода сұйық болып көрінгенмен ол суығаннан кезде қоюланады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер каналым ұнап жатса, рецептерім ұнап жатса, қолдап кетіңіздер.